Armısızlar, құрметті достар. Менің атым Серікбаев Сырым, және бүгін біз ежелгі грек философиясының атақты ойшылы Аристотель турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Аристотель бүкіл батыс Еуропаның тұтас мыңжылдық ойлау салтын анықтап берді. Оның еңбектері өте жоғары деңгейде қастерленді. Мұндай құрмет оның тұжырымдарының ақиқат және дұрыс екеніне күмәндануға негіз бермеді. Аристотель Афинада оқыды. Еңбектерін де сонда жазды. Ол адам сезгіс терең және зор парасат иесі болды. Оны бәрі қызықтырды. Оның жазбалары жүйелі, баяндау мәнері салиқалы болды. Қазіргі заманғы түсініктеме берушілердің бірі айтқандай, ол профессор сияқты жазды. Аристотель біздің дәуірімізге дейін 384 жылы ежелгі Грекияның солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан Стагир қаласында дүниеге келді. Оның әкесі дәрігер еді. Аристотель 17 жасында Афинаға кетіп, Платонның академиясына оқуға түсті. Бұл философия мен мистицизм мен дін едәуір ықпал еткен кез еді. Аристотельді өзі қоршаған заттар мен құбылыстарды бақылау және оларды сипаттау қызықтырған. Біз бүгін мұны эмпирикалық ғылымдар деп атаймыз. Аристотель Платонның істеріне тәнті екенін ашық айтты. Платон дүниеден өткен соң Аристотель академиядан кетті. Біраз уақытын ол Кіші Азияның солтүстік батысында орналасқан Ассоста өткізді. Сол жерде жергілікті академияны құрған болуы да мүмкін. Осында ол жергілікті билеуші Гермейдің жиен қарындасы Пифиядаға үйленді. Кейінірек Аристотель әйелімен Түркия жағалауларына жақын Лесбос аралына аттанды. Көп ұзамай македониялық Филипп патша Аристотельді солтүстік Грекияның таулы аймағына шақырды. Аристотельдің басты міндеті 13 жастағы Македон ханзадасы, кейін ұлы Александр атанған Ескендір Зұлқарнайынға білім беру еді. Аристотель патша оқытушысы қызмет 4 жыл атқарды. Аристотель үшін гректің қала мемлекеті мінсіз саяси құрылым болып саналды. Кейін Аристотель Афинаға оралып, қаланың сыртында өз мектебін Ликейді ашты. Оқу орнының атауы оған жақын орналасқан Ликейлік Аполлон ғимаратымен байланысты сияқты. Бұл мектепте дәрістер оқылды. Сонымен қатар Ликей ғалымдар мен ойшылдарды жинаған ерекше орталыққа айналды. Уақыт өте онда тамаша кітапхана пайда болды. Аристотельдің философиялық ойлары кейде перипатетикалық деп аталады. Яғни, Ликей шәкірттері дәріс алып, философиялық әңгімелер жүргізілген, сондай серуендер барысындағы пайымдаулар нәтижесінде пайда болған деген сөз. Аристотель өз кітаптарының басым бөлігін дәл осы кезде жазды. Ұлы Александр біздің дәуірімізге дейін 323 жылы дүниеден өтті. Оның өлімі Грекия жерінде Македон үстемдігіне қарсы күшті наразылық туындатты. Бұл қоғамдық бүліктен Аристотель де жапа шекті.
Onun Afina'dan кетуі дұрыс қадам еді. Аристотель 62 жасында ауырып қайтыс болды. Аристотель Платон ілімдегі әлсіз тұстардың бәрін өзінің универсалиялар теориясында түзету қажет деп шешті. Аристотель субстанция, яғни қайталанбас бірегей мен универсалияның басқаша айтсақ, жалпының арасындағы айырмашылықты көрсетті. Субстанция жеке атаумен белгіленетін зат. Универсалия бір текті объектілер тобын білдіретін атау немесе сын есім. Мұндай атау тектік белгілерімен мәлім затты білдіреді, бірақ нақты затты білдіре алмайды. Универсалия кейбір заттардың ортақ белгісін білдіреді. Мысалы, столымның қасындағы кресло, мен отырған кресло және бақтағы кресло бұл ұғымдардың бәрі әртүрлі және бәрі әртүрлі материалдан жасалған. Осы заттардың бәрін креслолардың қатарына жатқызуымызға мүмкіндік беретін ортақ нәрсе шын мәнінде универсалия болып шығады. Қазіргі уақытта біз осы ұқсастықтар туралы айту нақты дүниені талдаудан гөрі адамның сөйлеу сөзінің ерекшелігіне көбірек байланысты және метафизикаға еш қатысы жоқ деп түйге дейміз. Мән. Бұл Аристотельдің ізбасарлары қолданатын тағы бір термин. Мән дегеніміз тіпті де универсалия емес. Мән қандай да бір заттың ішінде жатқан нәрсе немесе әлде бір құбылыстың оқиғаның табиғаты. Ешбір зат және ешбір құбылыстың өмірі тоқтамаса өз табиғатын жоғалта алмайды. Объект бар болмай тұрғанда ақ онда мән болады. Форма және материя. Егер мен пластилиннің кішкене бөлігін алып, оны дөңгелектеп илесем, бұл жағдайда материя әрине пластилин болады. Сол материяны мен домалақ формаға айналдырып, форма материяға, субстанцияға айналу мүмкіндігі береді. Аристотель жан тәннің формасы дейді. Адамның жаны тәнге форма береді. Оны киген тәні өмір сүреді. Тән солар үшін өмірлік мақсаттар қояды. Оның міндетін анықтайды. Аристотель заттың формасы, оның мәні және алғашқы субстанциясы, ал универсалиялар маңызды емес деп тұжырымдайды. Заттың формасы мен материясы ол зат жасалғанға дейін ақ бар болады. Формасыз материяда тек потенциал, яғни затты жасау мүмкіндігі ғана бар. Заттың өзектілігі оның формасына тікелей тәуелді. Потенциалды және актуалды ұғымдары дүниеге өзгерістерді түсіндіруге тырысушы Аристотель үшін өте маңызды болды. Болмыс бір текті емес, оның өзіндік иерархиясы бар. Дүниеде болып жатқан өзгерістерді Аристотельдің қалай түсіндіретінін ұғыну үшін біз ең әуелі оның себеп деген ұғымды қалай түсінетініне назар аударуымыз керек. Себеп. Аристотель себептердің бір тұтас жіктемесін жасауға ұмтылды. Ол себептердің 4 негізгі түрін бөліп көрсетеді.
Birinchi, materialdi sebep. Sözben tutasatı dыбыстар, logikалық ой тұжырымдар, түзетін дәлелдер тәрізді объект қалыптастыратын заттың нақты дүниенің негізі. Екінші, формалды себеп. Қоршаған дүниеде қандайда бір объект өмір сүре алу үшін қажет болатын форма. Мысалы, доп резинкадан жасалуы тиіс. Себебі резинка оның материалды себебі немесе түп негізі. Бірақ доп сонымен бірге домалақ болуы тиіс. Домалақ болу оның формалды себеп. Туындатушы себеп. Қандайда бір үдерістің басталуы және дамуына немесе оқиғаның пайда болуына әсер етер себеп. Мысалы, біреуге айтылған кеңес оның инженер боламын деген шешімін туындатушы себеп бола алады. Адамның бойында ұстазының ықпалымен пайда болған шабыттану оның поэзияға деген туындатушы себеп болуы мүмкін. Автомобильдің терезесінен лақтырылған темекі тұқылы орман өртінің туындатушы себебі бола алады. Төртінші, мақсатты себеп. Адам жетуге ұмтылатын ниет немесе мақсат. Мысалы, түскі тамақтан кейінгі жаттығудың мақсатты себебі келесі аптадағы жарыста жеңіске жету. Осымен хабарымыз аяқталды. Атақты грек философы Аристотель туралы әңгімемізді келесі хабарда тыңдайсыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.